Наурыз әлемдегі ең көне мейрамдардың бірі. Ол көктем мейрамы және Орталық Азия халықтарының жаңа жылы. Наурыз мейрамы шамамен 5000 жыл бұрын пайда болған. Наурыз сөзі парсы тілінен жаңа күн деп аударылады. Наурыз еліміз үшін ең сүйікті және ауқымды мереке. Наурыз мейрамында міндетті түрде наурыз көже дайындалады. Сондай-ақ бұл күні ренжіскен адамдар татуласады, бір-бірінің үйіне қонаққа барып құттықтайды, ақсақалдар бата береді. Адамдар алдын ала үйін, ауласын тазалайды, ағаш отырғызып, гүл егеді. Наурыз мейрамын барлық ел тойлайды. Ат бәйгесі, көкпар тарту, қыз қуу, палуандар күресі және тағы басқа ұлттық ойындардан сайыстар ұйымдастырылады.